Номер 38 Султар орта мектебінің Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған тіл мерекесінің іс-шарасы. Қордай ауданы, Султар ауылы, номер 37 Султар орта мектебі, 9 сынып оқушысы Абик Руслан, Ахмет Байтұрсынұлы, Қаптесер мен Көртішқан. Қаптесер келіп айтты Көртішқанға, бір хабар шашылып тұр жер жағанға. Күн туып біздерге де көз ашқандай, жем боп мысық зылым Арыстанға. Тыныштық бермеушеді Құдай ұрған, жазасын тартпасын ба ол дұшпандан. Көртішқан айтты деңіз сонда не деп, бұл хабар рас болса жақсы ғой бек. Дүниеде болмас бір оқиға екен, қуанба Қаптесер сен басқа тек. Бекер деп менің бұған нанбайтыным, мысықтың ешкім жеңіп алмайтынын, тырнаса онымен шексіз білем, арыстан аман тірі қалмайтынын. Қордай ауданы, Султар ауылы, номер 38 Султар орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Сейдахметова Вероника, Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кемейді, айбынды туқлады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмытылған ұшқыр жаны кеседе, қан сұлған жүрек солын солады. Қыран құсты қос қанаты қырылды, күнде күшті күркіреген елтінді. Асқар Алтай алтыннана есте жоқ, батыр хандар, асқар жандар ұмытылды. We're learning our ABCs and counting 1, 2, 3. And now we know all this, the school and the class. And we learning how to share, and we learning how to care, just as if you did the school and the class.